Қайырлы күн. Каналыма қош келіпсіздер. Бүгін өте дәмді пирог жасаймыз. Бізге қажетті ингредиенттер, яғни ұн, шекер, сұйық май, жұмыртқа, какао, разрыхлитель, ванильді шекер және де сүт. Бірінші құрғақ ингредиенттердің барлығын ұнымызға қосып аламыз, яғни разрыхлитель мен какаомызды ситадағы ұнымызға қосып қоямыз. Ситадағы ұнмен бірге електен өткізетін боламыз, ал ванильді сахарымызды кәдімгі қарапайым қантымызға қосатын боламыз. Кеңірек ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып, олардың үстінен шекерлерімізді қосып, ақ массаға енгенше миксерлейтін боламыз. Менде бұл жерде қолданып жатқан жұмыртқа қолдың жұмыртқасы, сол себептен түсі осындай сары түске енді. Миксерлеп болған соң олардың үстінен сұйық майымыз бен сүтімізді қосып, тағы да миксерлейтін боламыз. Сүттің пайыздылығы маңызды емес, менде бұл жерде 1,5% сүт. Миксерлеп болған соң құрғақ ингредиенттерімізді ситадан, яғни електен өткізіп миксерлейтін боламыз. Мен електегі құрғақ ингредиенттерді екіге бөліп салдым. Бұл біздің пирогымыздың основасы, яғни негізі. Шоколадты массасы дайын болды. Енді сүзбелі массасын дайындайтын боламыз. Ол үшін экрандағы қажетті заттарды пайдаланамыз. Жұмыртқамызды сүзбемізге қосамыз. Бұл жерде менде үй сүзбесі. Олардың үстінен шекер мен крахмал. Крахмалдың орнына ұнды қолдансаңыздар да болады. Барлығын блендердің көмегімен езіп аламыз. Бұл жерде қолдың торығының орнына, яғни қолдың сүзбесінің орнына кәдімгі сүзбелі ірімшікті қолдануға болады. Дайын болған массамызды кондитерлік қалташаға салып аламыз. Алдымен пирог пісіретін противенімізге шоколадты массамызды құйып аламыз. Кондитерлік қалташаға салған сүзбелі массамызды осылай видеода көрсетілгендей тор көз етіп құйып шығамыз. Пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште биік болып көтерілгенше пісіреміз, шамамен 35-40 минут. Пирогтың піскенін білу үшін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз, яғни біздің ағаш таяқшамыз құрғақ болып шығуы керек. Бірден формадан шешпей, осылай пирогымыздың әбден суығанын күтіп, пышақпен осылай формадан босатып аламыз. Біздің пирогымыз өте биік болып көтеріліп шықты. Өте жұмсақ, мамықтай жұмсақ, өте нәзік, ауызда ериді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнарына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Арайлым.